деген көп нәрсе. Өмір деген басқаша екен ғой деп жатсыз ба? Басында Талдықорғанда жүрген кезде ана біздің парвитинамда бір круг жасаған кезде ана Тима деген тренер екеуміз каждый от лавочки до лавочки ғана жүретін мен. Каждый лавочкаға отырып демалып. Осы келген кезде жүрдім ғой, соны Тимаға жаңа бір видео жібердім. 4 круг жүргеннен әлі түсіне алмай тұрмын. 4 круг айналып тастадым, бір тоқтамай. Тима мына парк кішкентай екен ғой, мен қалай бұны жүрдім сенімен бірге. Бір кругтың өзін 1 сағат жүрдіміз. Наверное, 4 круг жүріп тастадым, оңай екен ғой, жеңіл екен ғой деп жатамыз. Соны өз қазір жақсы өзгерістік қой. Тамаша. Енді жақындарыңыз не деп жатыр? Барлығы қуанып, бір тамаша күй кешіп жүрген шығар, сіздің осындай жеңілдегеніңізді көріп, енді жан-жарыңыз бар, үйіңізде ата-анаңыз бар дегендей. Үйдегілердің бәрі қуанып жатыр. Ата-анам, әке-шешем, қызым қуанып жатыр. Бәрі қуаныш қой енді. Өзіме қандай қуаныш болғаннан оларға да сондай қуаныш. Менің әке-шешем осы Таңжарық бағдарламаға келген. Менің әкем негізі спортсмен кісі. Осы бағдарламаға спортсмен ата деп шақырған ол кісінің өзіне мотивация алуға болады, бірақ енді ол кісі Алматы қаласында жұмыс істейді, саудасы бар. Біз анам қасында. Енді ол кісілерді қуанады. Біз әкеміз де спортсмен, сол кісіге қарадық та біз де ақырында бастадық қой енді. Тамаша. Енді алдағы жоспар қандай өзіңізде? Алдағы жоспар сол бесімізбен күресіп өйстіп жаңағы мақсатымызға жету. Мақсаттан салмағымыз осы жаңа істеп жүрген күнделікті машығымызды, жүруімді, образымды уже нақты қойып алдым. Осыдан қайтпау. Сол мақсаты. Жаңағы бізде Талдықорған қаласында қай қалада жүрмін, өзім сияқты жаңағы ояқта өте қатты ауыр салмақ болмаса, мысалы 200 килодан жоғарғы адамдардан алады да, жаңа жобаға. 160-170 дегенде адамдардың бойлары кішкентай мысалы, оларды қиналады да. Сол адамдарға жаңа советін айтып, бабамыз көмегімізді беріп, жаңа аяқтан алған опытымызды, қалай тамақтану керек, қалай жаңа машық керек, соның бәрін үйретсем ба деймін, ойлаймын. Кішкене көмектесіп елдерге. Тамаша. Енді алдағы уақытта өзіңізге сәттілік тілейміз, аға. Рахмет. Діттеген мақсатыңызға жетіңіз, нәтижені көрсетіп, сізден мотивация алатын жандардың қатары көбейсін. Енді блог жүргізіп жатсыз, блогыңыз пайдалы жағынан халыққа сондай бір керемет дүние болып, өркендеп өсе берсін деп тілейміз. Осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қоссақ. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Дана ханым, бүгінгі сәттілік тілеймін. Әумин. Оразаларыңыз қабыл болсын. Өзіңізге де. Бүгін келіп отырған мына қонаққа бейбітке қарап таңғалып отырмын. Не деген сила болесі мықты жігіт. Осындай керемет жетістіктерге жетіп жатқан. 7 күнде 91 килограмм тастау деген екінің бірі қолынан келе бермейді. 6 айда. 6 айда, иә? 6 айда сонша килограмм тастау деген ол екінің бірінің қолынан келмейді. Сила болесі мықты жігіт қой. Иә. Дұрыс айтасыз. Екінің бірінен қолынан келе бермейді. Мархабат. Ғұмыр бармақтай бақ кітаптардың авторы кім? Бұл кітаптың авторы Исраил Сапарбай, ақын, драматург, аудармашы, Парасат орденінің иегері. Өзіңізді таныстырмай кеттіңіз ғой? Ескелді ауданы Бақтыбай ауылынан Зәуре Күрішбек қызы тұрақты көрермен. Жақсы. Хабарласқаныңызға көп рахмет. Өзіңізге де барлық жақсылықты тілейміз. Енді бейбіт мырза, осы орайды пайдаланып, айтатын алғысыңыз, тілегіңіз болса, мархабат. Барша жетісу өңірі қазақ халқына Талғатқа оразаларыңыз қабыл болсын. Оразада тілеген тілек дұғаларыңыз қабыл болсын. Не деймін, баршаңызға рахмет, қолдап қоршап отырғаныңыздарыңызға. Осы бізді көбінесе жаңағыдай жобада мотивация беретін сіздердің комментария, қолдауларыңыз. Сол себептен өзім блогты да бастадым. Инстаграм парақшам бар, Бейбіт Жанаман деген. YouTube парақшам бар, TikTok парақшам бар. Сол жерде мотивациялы видеолар салам. Сіздердің қолдау, комментарияларыңыз маған да жігер береді. Мен өзім сол кезден бастап қана блог жүргізуді үйреніп бастадым. Өзіме де ұнап жатыр. Ары қарай сөйтіп пайдамды тигізгім келеді. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Және біз сол жобада үлкен көмек көрсеткен Айтым Жақып мырзаға, оның әйелі Қарлығашқа, сол Жанымен жобасының бүткіл
проекттің адамдарына, Бақытжан деген кісіге, және Омар Назарович Кремлев деген үлкен спонсорымыз IBA боксингтің. Сол кісілерге үлкен алғысым шексіз енді. Олар кәдімгі жаңа өмір сыйлағандай болды бізге. Әрине. Сол барлықтарыңызға рахмет. Спортта болыңыздар. Жақсы. Жақсы. Сізге де сәттілік тілейміз алдағы уақытта. Рахмет сізге. Қымбатты көрермен, біз эфирімізді қарай жалғастырамыз. Дәл қазір күн сауалын өздеріңізге қайталай кетейін. Аққу арман, раушан ғұмыр, бармақтай бақ кітаптарының авторы кім? Дұрыс жауабын білген жағдайда бізге хабарласыңыз. Белсенділік танытыңыздар, қымбатты көрермен. Біз өздеріңізден кері байланыс күтеміз. Байланыс нөмірі